Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қосу және азайту. Бірге есептейік. 37 мен 3 сандарының қосындысының мәнін табу үшін 37 санын 30 және 7 сандарына жіктеймін. Бірліктерді өрнек түрінде жазамын. Мәнін табамын. Мәні 10-ға тең. Яғни 30 бен 10-ның қосындысы 40-қа тең. Баған түрінде жазылған өрнектердің мәнін бірге есептейік. 35 см мен 55 см-дің қосындысының мәнін табу үшін бірлікке бірлікті қосамын. Яғни 5 пен 5-дің қосындысы 10-ға тең. 0-ін жазамын. 1-ді есіме сақтаймын. Ондықтарды қосамын. 3 пен 5-дің қосындысы 8-ге тең. Ойымдағы бір ондықты қосамын. 9-ды жазамын. Қосындының мәні 90 см. 90 см мен 48 см-дің айырмасының мәнін табу үшін бірліктерді азайтамын. Ол үшін мен 9-ды ұсақтаймын. 10 см-ден 8 см-ді азайтқанда 2 см. Ондықтарды азайтамын. 8 бен 4-дің айырмасының мәні 4-ке тең. Ендеше мәні 42 см. Дұрыстығын тексерейік. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл баскетбол ойыны. Әр баланың қолындағы допта жазылған сандарға назар салып қара. Жоғарғы жақта жазылған өрнектерді есептеу арқылы қай баланың добы торға түсетінін табуға болады. Бірінші допты лақтырған бала 37 мен 23-дің қосындысының мәні 60-қа тең. Екінші допты лақтырған бала 80 мен 17-ның айырмасының мәні 63-ке тең. Ал үшінші допты лақтырған бала 60 пен 23-дің айырмасының мәні 37-ге тең. Сонымен, үшінші допты лақтырған баланың добы торға түсті. Өйткені үшінші бала шешкен өрнектің мәні 37-ге тең болды. Келесі тапсырма. Есептің қысқаша шартына назар салып, есеп құрастырайық. Спорттық үйірмеге 7 қыз бала және одан 3-і артық ұл бала қатысқан. Сұрақ: спорт үйірмесіне неше ұл бала қатысты? Ойланып, есептің шешуін және жауабын жазуға уақыт беріледі. Тексерейік. Шешуі 7 мен 3-дің қосындысы 10-ға тең. Жауабы: спорт үйірмесіне 10 бала қатысты. Жарайсыңдар балалар, сіздер де осылай жазды деп ойлаймын. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда не үйрендік? Баған түрінде жазып есептеуді, есептің қысқаша шартын құрастыруды, есеп шығаруды үйрендік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.